Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Сіздерге ұсынатын кезекті мағыналы шығармамыз бақыт пен елес деп аталады. Қазақ халқының өзіне ғана тән құндылығы, танымы бар. Соның бірі ұрпақ жалғастығы ұғымы. Тереңіне бойлап, жікке бөліп айтпасақ та, бұл тақырыптың мән-маңызын әрбіріміз ұғынамыз. Дүниеге ұл келсе, ұрпағының жалғасы келді. Қыз келсе, иесі келді төрінің деп жарияға жар саламыз. Камал Әлпейісова әңгімесінде бұл тақырыпты өзге қырынан танытады. Қаламгер ұрпағымның жалғасы болады деген ұлының соңынан кетіп, өз отбасынан баз кешкен күңгірт жолға түсіп, шын бақыттан адасқан кейіпкер тағдыр арқылы қоғамға ой тастайды. Сонымен қатар автор әңгімеде адамзатқа кісілік қасиеттен айнымауды, қолындағы бар бақтың қадіріне жетуді насихаттайды. Бақыт пен елес. Сүйінші, әйеліңіз қыз туды, маржандай тізілген аппақ тістерін көрсетте, ақсия күлген ақ халатты медбике өзінен хабар күтіп, тықыршып тұрған ерденнің түрі бұзылып кеткенін көріп, езуін жия қойды. Салмағы 3 келі 300 грамм, бойы 55 сантиметр деді сосын бәсең дауыспен. О, бойы саған тартқан биік болады екен, деді ерденнің қасында тұрған жолдасы Сәбит мәз болып. Қойшы, деді ерден оған жақтырмай қарап. Қаны өте сирек топқа жатады. 4-ші резус минус, деді медбике. Бар ақпаратты тезірек жеткізгісі келгендей тез-тез сөйлеп. Өйт деген, қанның тобы да сенікі ғой деген ойында ештеңе жоқ. Сәбит ерденді иығынан қағып қалып. Сол сәтте булығып әзер тұрған ерден Сәбитті итеріп жіберді де кілт бұрылып перзентхананың қақпасына қарай адымдай жөнелді. Ей, Айсұлуға бармаймыз ба, ерден? Бала күннен бірге өскен сыралғы досының әуелгі батылсыздау, содан соң ышқына шыққан дауысы ерденді тоқтата алған жоқ. Артына қайырылып қарамастан қолын бір сілтеді, әрі қарай кете берді. Сол қалпы беті ауған жаққа жүре берген ол, бойын билеген өкініш пен ыза ма, әлде өзі аяу ма, әйтеуір бұрын соңды бастан кешпеген бір сезіммен арпалысып, перзентханадан ұзап кеткенін байқаған жоқ. Адамдар мен машиналар ерсілі-қарсылы ағылған үлкен көшеге келіп, тірелгенде барып есін жиды. Япыр-ау, менікі не деген ой келді. Айсұлудың айы күні толып отырғанда аяқ астынан іссапарға кететін болды. Қиыла қараған келіншегіне бармасам болмайды, бастық көнбей отыр деп ант су ішіп, шындығында іссапарға өзі сұранған. Айсұлу босанатын кезде қалада болудан жоқ. Айсұлу босанғанда өзі күтіп жүрген ұл деген сүйіншін емес, басқа хабарды естимін бе, сол кезде өзімді ұстай алмай қаламын ба деп жүрегі алабұртқан. Ұл болса әрине еш уайым жоқ. Онда бұл өзін қалай ұстаса да, қалай тойласа да, әжесі айтатындай сот жоқ. Тек анасының құрсағында жатып ақ, мұның жүрегін өрек бітіп қойған перзентінің кім екенін білмей ерденнің амалы құрыды. Жұрттың бәріне баласының ұл не қыз екенін оп-оңай айта беретін Ози деген озық техникада бұларға келгенде дәрменсіз болып шықты. 2 рет түскенде де бала бері қарамай қойыпты. Кімде болса балаңыз әдепті, ибалы болады деген дәрігер өзіне телміре қарап тұрған ерденге күлімсірей сөйледі. Ерден сонда ұялып қалған. Япырмай, мені қыздан бетер болған біреу деп ойлап қалар ма екен деп ойлаған былай шыға бере. Қайдан білсін қыздардың жүрегі езіле жақсы көретінін. Жолдастарының арсын-күрсін сөйлеп, алысып-жұлысып жататын ұлдармен салыстырып, талшыбықтай майысқан қыздардың түр-сипаты ішінде, мінез құлқы ішінде іштей марқайған кездері аз еместі. Тіпті 2-ші қызы туғанда бракоделсін деп қажаған жолдастарына, ей жігіттер, ұл жасау деген қиын боп па, шотпен шапқандай қобалақ-собалақ етіп шығара саласындар. Бір жері шүртейіп тұрса болған әйтеуір, ал қызды хас зергердің қолынан шыққан бұйымдай, қай қырынан қарасан да көз жауын алатын өнер туындысында етіп шығару керек деп қалжыңдаған. Бірақ уақыт өте, осында әңгімелерден кейін сол шүртейіп тұрған бір жері бар баласының жоқтығы туралы ұры ой жылт ете қалатын болды. Алғашында сонша мән бермейтін, жылт еткен ой сол бойда ұмыт болатын. Қартая бастаған әкесінің ерденде 2 қыз, ермекте 3 қыз, тегіміз осымен тұйықталатын шығар деп күрсінгенін естіп, шешесінің Аманбаевтардың атын шығаратын бір ұлы болса деп көз жасын сығып алғанын көргелі бері ұлым болса деген ой ойламаған жерден сап ете қалып,
кәдімгідей мазалайтынды шығарды. Бірақ әлденеден қуыстанып, ата-анамның тілегі орындалар еді деп өзін-өзі ақтауға ұмтылатын. Обалы нешік жарының көңілін алабұртып жүрген арманын Айсұлу айтқызбай ұққан. Себебі ұл туу өзінде арман еді. Бірақ Алла тағала бұларға анасы айтатындай бір түстес бала берсе, мұның қолынан не келеді? Ертең екеуінің 30-ға таяп барып қосылғаны да бұлардың табиғат берген бала сүю мерзімінің өз қатарына қарағанда қиынырақ әрі қысқарақ болуына әсер еткендей. Айсұлу сонда да болса үмітін үзген емес. Емделіп жүріп жасы 40-тан асқанда үшіншісін көтерді. Ертең міне осы сәбидің дүниеге келуін қобалжи күтті. Көңілі қаламаған хабарды естіген кезде өзін лайықты ұстай алмай қалам ба деген қорқыныш та содан туындаған. Сосын Айсұлуға кім туғанын өз құлағымен естиін, дәрігерлер перзентханаға әкетерде хабарлас, самолетпен ұшып жетем дегенде іссапарға жүріп кеткен. Іссапар деген аты ғана маңдытып еш тірлік бітірген жоқ. Көңілі алаң болып қайта-қайта қалта телефонын қарап жүргенде Айсұлу перзентханаға кетіп бара жатқанын хабарлаған. Ертеңнің дегбірі қашты. Өзі білетін барша әулие әнбиелерге сыйынып бір ұл берші деп жалбарынды. Бірақ көңілінің бір түкпірінде осынымның бәрі бекер ғой деген ұры ой қылаң берген. Жаратушының өзі сезіндіргені ғой. Айтқандай әуежайда күтіп тұрған Сәбит Айсұлудың перзентханаға түскенін естіп, жолай бір құшақ гүл сатып алған. Ол гүлін беріп жіберсе, Айсұлу мұның келгенін біліп күтіп отырған шығар. Менің жүрісім мынау. Ерден қол көтеріп бір машинаны тоқтатты да үйінің мекен-жайын айтты. Ондағы ойы қыздарын перзентханаға ертіп апару болатын. Есіктен кіре берген оның мойнына асылған Айжан мен Әсел әкесінің құшағына таласып, менің папам деп жүрегін шаттыққа бөледі. Қане дауласуды қойындар, екеуінің де папаңмын, дұрысы үшеуінің де деп ертең қыздарын бауырына бастып. Тез киініңдер, перзентханаға барып бөпемізді көрейік деді. Ерденнің келіншегі босанып, үшінші қызды дүниеге әкелгені туралы хабар ағайын мен жора жолдастың құлағына сол күні-ақ жетті. Тағы қыз ба десті. Ерденнің ұлдан үмітті екенін білетін кейбіреулер, бірақ Ерденді көрген кезде қауқаласып, арқасынан қағып құттықтап жатты. «О, Ерден әка байитын болды» деді ауылдағы шатырда көкөніс сататын өзбек жігіт. Өз елінде ұзатылатын қызы көп әкенің мәртебесі болатынын білетін бұл Ерденді көрген кезде қалбалақтап қолын ала жүгірді. 3 қыз тәрбиелеп өсірген әкенің орны жұмақта деді көрші тұратын Қажы апа. Айсұлу перзентханадан шыққан күні енесі көрші көлемді шақырып шілдехана жасаған. Қажы апа Ерденнің көңіліндегі алабұртуды сезді ме, әлде өмірден көрген түйгеніне сүйінді ме? Ұлды шаңырақ иесі дейміз ғой, бірақ қыз бала қашанда ата-анаға жақынырақ деп қойып біраз әңгіме айтты. Жас келіншектерді біресе күлдірсе, біресе күрсінте отырып, не ексен соны орасың деген ғой. Қыз туды деп әйелді кінәлау жөнсіз деген мәселені де қозғап кетті. Әңгімесін шілдеханадағыдан гөрі телевизордан берілетін ақыл кеңестердегідей тым салмақты болып бара жатқанын байқап, қыз бала әкеге жақын болады дегенді мына Айжан мен Әселден-ақ көріп жүрмін. Әке дегенде Айсұлуды сатып жібереді ғой шіркіндер деп онысымен Ерденге қоштасып қойды. Ерден кішкентайын Аружан деп атады. Ару десе дегендей көзі қарақаттай мөлдіреген, балапан шашы бұйраланып, аппақ жүзіне ерекше әр берген сәби күн сайын түрлі қылық шығарып өсіп келе жатты. Әкесін көргенде жылағанын қоя қоятын болды. Есіктен кірген бойда қолына алмаса, дүние күйіп кеткендей жылайтынды шығарды. Әкесінің қасында жатса ғана ұйықтайтын әдет тапты. Ерденнің өзі де Аружанды ерекше жақсы көрді. Үлкен 2 қызын да жақсы көреді ғой, бірақ кішкентайы десе ішкен асын жерге қоятын. Қайда барса да қасынан қалдырмай ертіп жүретін. Міне, бүгінде мекемелерінде өтетін мерекелік іс-шараны көрсін деп қызын өзімен ерте келді. Қарсы кездескен бір танысы, «Ау, мына жігіттің аты кім?» деді Ерденге қулана қарап. «Қызым ғой, аты Аружан» деді. Ерден байыппен сөйлеп, «Қой, қайдағы қыз? Өтіп жасырмай-ақ қой, сенің қыздарың өсіп кеткен жоқ па? Ал мынау жігіт тура сенің ксерок көшірмен ғой, маладес» деп
танысы көзін қысып қойды. Шындығында бір көрген жан тізеден жоғары қысқа шалбар, жұқа футболка, жеңіл кроссовка киген Аружанның ұл не қыз екенін ажырата алмас еді. «О, Ерден Мұхтарович, ұлыңыз аузыңыздан түсіп қалғандай екен», деді сол жерге келе қалған Гүлмира есімді тележурналист. Бұл келіншектің осындай іс-шаралар туралы репортаж түсіріп жүретінін ертең білетін. «Мен ұл емеспін, Аружанмын», деді сәби бұртиып. «Солай ма? Өкінішті. Ұл болғанда вообще күшті болатын еді», деді журналист келіншек Ерденге көзінің астымен қарап. «Қызымның қай жері ұнамай қалды?» деді Ерден қылмсып тұрған келіншекке ашулана көз тастап. Ол әлде адам жанына бататын жайлар болатынын білмейтін, әлде біле тұра өзіндікі дұрыс деп табандап отырып алатындардың қатарынан ба екен. Айтқан сөзіне титтей де қысылмай, «Ұл еместігі», деді мырс-мырс күліп. Сөзі жүрегіне біз сұғып алғандай әсер етті. Содан бастап Ерден адамдардың сөздерінен астар іздейтінді шығарды. «Балалар аман ба?» деді ауылдан келген туысқаны кездесіп қалып. «Қыздар деуге мені аяп тұр ғой деген» деп ойлады Ерден іштей. «Балаларыңыздың жаңа жылдық шыршаға әкелесіз бе? Мен тізім жасап жатырмын», деп сұрады хатшы қыз. «Әдейі қыздарыңызды демей тұр ғой» деген ой жүрегін шаншып өтті. Ақыр аяғы хатшы қызда ұлы жоқ деп мені мүсіркейтін болды деп ойлады мұңайып. Бара-бара ұлының жоқтығы күндіз ойынан, түнде түсінен кетпейтін болды. Ішіне бір түсіп алып, кеулеп жеп жатқан жегі құрттай барлық арман мақсаттарын күмескілендіріп, өмірде ұлды болудан басқа мұраты жоқ адам қалпына түсірді. Небір қуанышты кездерінде неге мені ұлым жоқ деген ой жылт ете қалып, асып тасқан көңілін сая тиятын. Тележурналист келіншектің мысқылды даусы құлағында жаңғырып, талар рет ұйқысынан шошып оянды. «Қап, сенеме?» деп жастығын мыжғылап отырып, бірақ жеңгеме не істейді? Еркек болса бар ашу ызасын қортқан қорғасындай етіп жұдырығына құйып, өлімші етіп сабармайды, кім біледі. Қарамағында істейтін біреу болса жұмысына мін тағып қудалап күн көрсетпес пе еді? Бәлкім сонда көкірегіндегі қыжылы қайтармайды. Енді не істей алады? Ішкі арпалысын баса алмай аласұрып жүргенінде Гүлмира телефон шалды. Түк болмағандай сөйлеп, компанияның ірі тұлғалары туралы хабарлар циклын жасап жүргенін, жоспарында бұл туралы да фильм түсірмек ойы бар екенін айтып, кездесуге ұсынды. Ерденнің қаны басына шапшыды. Дәл қазір кезінде өзін ұлың жоқ деп мүсіркеп кеткен әйелді атарға оғы жоқтай еді. Кездесуден үзілді-кесілді бас тартты. Келесі күні Гүлмира Ерденнің кеңсесіне келді. Кейіпкермен тілдесуде жинақтаған талай жылғы тәжірибесі бар емес пе? Ерденнің түйілген қабағын жазу үшін бар өнерін салып, әйелдік арбау, баурау амалдарын жұмсап бақты. Көзін төңкере қарап, дауысын құбылтып, компанияның ерен табысында мұның үлесі аса қомақты екендігін, былайғы жұрт жақсы білетіндігін айтқанда, адам деген пенде ғой, осыған дейін міз бақпай отырған Ерден елең ете қалды. Бірақ тап сол сәтте осы әйелдің күні кеше ғана баласының ұл еместігі, ұнамағанын мысқылдай айтқаны құлағында жаңғырып, есіне бірдеңе түскендей бетіне тесіле қарады. Өткендегі сөзінен бері осы әйелді жасытып, жігерін құм етпесем бе деген ойдан біразға дейін арыла алмай жүрген Ерден сол сәттің келгенін түсінді. Сол оймен түсін сәл жібітіп, ойланайық деді. Гүлмира қуанып кетті. Оның өз есебі барды. Тұрмыста жолы болмай алғаш бас қосқан адамынан ажырасып кеткен соң, енді қайтара күйеуге шықпасқа ант еткен. Оң солын танып, карьера жасап барып, отбасын құратын шетелдік қыздар ақымақ емес шығар дейтін ол құрбыларына. Шетелдік өмір салтына еліктеп, бірер адаммен азаматтық некеде тұрып та көрді. Сонда бір байқағаны мұндай қатынастар ер азаматтар жағына қолайлы екен. Тең құқылы, бірақ өзара жауапкершілігі жоқ қарым-қатынастан тез жеріді. Уақыт болса алақаннан сусылдап төгілген құмдай өтіп жатты. Жасы ұлғая бастағанын бала сүйгісі келгенде түсінді. Блокнотын ақтарып отырып, осыдан бірер жыл бұрын өз хабарына түсірген генетик келіншектің телефонын тауып алып, бала туғым келеді деген амандық саулық сұрасқаннан кейін, туыңыз деді ғалым. Келіншек күле сөйлеп, бір мәселе бар, соны ақылдасуға келейін деп едім, деді жұмбақтап. Ғалымның
келіңіз дегенін ести сала құстай ұшты. Менің ұл туғым келеді деді, бұл мәселені төтесінен қойып. Өткенде сіз баланың жынысын жоспарлауға болады деп едіңіз ғой, маған қолайлы кезеңді есептеп шығарып беріңізші. Онда жалпы бұл сіздің жеке шаруаңыз екенін білемін. Менікі тек өмірден түйген жайды айтып өту ғана. Жалғыз бастысыз, өзіңізге серік болатын, әрі кейін қарайласа тұратын қыз туғаныңыз жөн емес пе? Рахмет, ұл тусам жалғыз болмайтынымды білемін. Ол өзіне таңдана қараған дәрігерге жұмбақ түрмен күлімдей көз тастады. Гүлмираның ішкі есебі мықты еді. Қай заманда да қазақта ұлы жоқ болуын атын жоғалтумен барабар санайтындардың болатынын ол жақсы білетін. Тарихта мұрагер керек деп 40 қатын алған хандардың болғаны, қыздарын жан қатарына қоспай балам жоқ дейтін бектердің жер басып жүргендері жұрттың бәріне белгілі емес пе? Солардың ізбасарлары бүгінгі заманда да бар екенін, тіпті кейбіреулердің мұның хабарына да қатысып, ол десе ішкен асын жерге қойып отырғанын көзбен көрген. Ішінде небір қасқасы мен жайсаны бар, солардың біреуінің етегіне неге ұстамасқа? Ол үшін бар болғаны ұл туып беру керек, сосын рахат өмір басталады шіркін. Тірі пендеге білдірмеген жоспарын дәрігерге айтсын ба? Жұмбақтай күлімсірегенін сондықтан. Өзі білетін ұлға ынтызар болып жүргендердің ішінен Гүлмираның таңдауы ертеңге түсті. Ақылды, көрікті, бай, басқа кандидатураларға қарағанда жасырақ, қоғамға әжептәуір танымал, өз саласында аты бар адам, әрі естуі бойынша соңғы бірер жылда ұлы жоқтығын уайымдап жүр деседі. Ендеше тура маған лайық контингент екен деп алақаны ысқылап фильмге түсіруге келісімін алудың түрлі жолдарын ойластырып келген. Болашақ кейіпкері де көп жалынтпаған жақсылыққа жорып жымиып қойды. Фильмнің алғашқы бөлігі бейресми жағдайда ертеңнің таудағы саяжайында түсірілді. Бірінші күні былай жүріңіз, мұнда қараңыз, өйтпеңіз, бүйтпеңіз деп ығырын шығарған тележурналистен құтылғанша асыққан ертең қайдан келсе қойып едім деп өзін іштей мың рет сөккен шығар. Бірақ ашуын сыртына шығаруға қашанғы әдептілігі жібермеді. Кешке таман құлаш-құлаш таспасын шығарған шығармашылық топты бостан-бос қайтаруды ұят санап дастарханға шақырды. Коньяк ішіп көңілденген топ ұзағырақ отырып қас қарайғанда жолға шықты. Коньяктан басым айналып тұр, сәл жата тұрайыншы деп диванға қисаған Гүлмираны оята алмаған әріптестері бір-біріне жымың-жымың етіп қарап қалаға өздері кетті. Ертең үйіне ертесіне ғана түн ортасы ауғанда оралды. Фильм теледидардан көрсетілгенде ертеңнен бұрын Айсұлу мен қыздары қатты қуанды. Күйеуінің қажеті қанша дегеніне қарамай, аста төк дастархан жайып шығармашылық топты үйлеріне шақырды. Тележурналист келіншектің тым еркіндігін кәсіптік ерекшелігіне балады. Ерденнің өзін сәл қолайсызда ұстағанына, қонақтардың әлденеге жымыңдасып, бір-бірін түрткілеп отырғанына тіпті мән берген жоқ. Қыстың алғашқы айында Гүлмира ертеңге телефон соғып, өзінің жүкті екенін хабарлады. Ол өз шаруаң деді Ерден. Мен семьямды тастап саған үйленем деп уәде берген емеспін. Үйленбей-ақ қой, ұлың әкесіз өседі. Ерденнің бүйрегі бүлк ете қалды. Көріп келдігің бар ма еді? Ұл екен қайдан біле қойдың? Есесіне сен ғалым емессің бе? 21 ғасырда баланың жынысын алғашқы апталарында білуге болатынын естімеп пе едің? Ерденнің тілі күрмеліп ештеңе дей алмады. Жаманат жерге жатпайтындығын тағы да дәлелдеп, жарының опасыздығы туралы өсек Айсұлуға да жетті. Әңгімені бастауға дәті бармай жүрген Ерден Айсұлудың ашулы сөздерін үнсіз тыңдап отыра берді. Кінәлімін, бірақ оны сенен артық көргенімнен барған жоқпын, деді бар болғаны. Өзің не айтып тұрғанды түсінесің бе? Ау, ондайға ынтық болып бармағанда қайтып барады. Жек көріп тұрып бір төсекке жаттым дегенді барып ақмақтарға айт. Сенбесең қой, шыным сол. Әуелдегіде ұлың жоқ дегені үшін оны төмендеткім келді. Ал қорлықтың ең үлкені еркектің өз ойын орындаған соң әйелді тастап кетуі. Мен де оны соңынан жүгіртейін, кіріптар етіп жалындырайын дегенмін, бірақ ол менен асып түсті, ұл туды. Соңғы сөзін терең күрсініп айтты. Айсұлу бәрінде түсінді. Иә, бұл ұл туып бере алған жоқ. Сол үшін Ерденнің қорланып, өзін бақытсыз сезініп жүргенін де сезеді.
Бірақ бақыт баланың ұл не қыз болуына ма екен? Осынша құрбандыққа апарған ұлдың ұшпаққа жеткізеріне кім кепіл? Қыздарын айналтып, үйілтіп, ет жүрегін елжіреткен әкелік сезімін бір-ақ сәтте ұмыттырған ұл жарық дүниеге келер жолында тап өзіңдей 3 перзенттің көз жасы төгілгенін сезесің бе? Дүниеге келісімен бір отбасының шырқын бұзған ұл өмірде қандай болар екенсің? Шым-шытырық ойға шырмалған Айсұлу ертеңге біреулерді жылату арқылы бақытты болу мүмкін еместігін айтқысы келген. Бірақ дәл қазір оның ұлды болғанынан басқа ештеңені ойлай алмайтын күйде екенін түсініп, әңгімені созудың қажеті жоқ деп шешті. Ұлды армандағанды білемін, бірақ сенің арманының арман емес, өмірдің бар мәнін перзентінің жынысымен есептейтін ауруға айналғаны өкінішті. Сондықтан жолыңа кесек көлденең тұрып қайтем, бар жолың ашық, бірақ ойнастан туған ұлым бас деген сөзім бекер айтылмағанын ұмытпа. Қашанда өз пікірін білдіру үшін оны ішкі безбеніне салып, таразылап барып сөйлейтін Айсұлудың соңғы сөздері денесіне тітіркенген ерден есікке беттей беріп қалт тоқтай қалды. Қарсы уәж айтқысы келген аузына дәлелі түспеді. Содан соң ой қазақ не демейді деген оймен өзін алдандырып кетуге бет алды. Жанары жасқа толған Айсұлу иығын сәл қушитыңқырап бөлмелерінен шыға берген ерденді көзбен ұзатып, екеуара небір тәтті сәттер өткен төсектеріне тапжылмай отыра берді. Сыртқа беттеген ерденнің аяғына Аружан келіп оратылды. Папа қайда бара жатсың? Мен де барам. Ерденнің жүрегі шым ете қалды. Есіктің жақтауына сүйеніп тұрған Әселді бетінен сүймекші болған. Ол өксе теріс айналып кеткенде Айжан әкесінің қасынан сырғи өтіп анасының бөлмесіне кірді. Мама, папаны жібермеңізші. Сіз оны сүйемін деуші едіңіз ғой. Сүйемін, сүю деген сүйген адамның бақытты болуын тілеу қызым. Ал әкеңнің бақытты болуы үшін ұл керек болды. Ал біз ше, бізді тастап кетер ме? Ештеңеге істеуге болмай ма? Ештеңе істеудің қажеті жоқ қызым. Менімен ғана болсын деп түрлі амал қолдану сүйген жанның емес, есебі мықты айырлардың тірлігі. Айжанның амал құрыды. Көрерміз деді өксіп отырып. Көрерміз әлі. Арада бір талай жылдар өтті. Алма кезек ауысқан жыл мезгілдермен бірге Айсұлудың отбасында көктемдей шуақты, қыстай қатты, жаз бен күздей мәуелі оқиғалар болып, кезінде ұяларының шырқын бұзған жай біртен-бірте ұмытылған сияқты. Жыл сайын жаңа қызығымен, кездейсоқ сынымен келген өмір ағыны шынақ ұмыттырды ма, әлде ұмытқан сыңай танытты ма? Әйтеуір Айсұлу мен қыздары ол оқиғаны еске алмайтын. Тек анасы адам қолдан келгенше жақсылық жасауға ұмтылу керек деген кезде Әселдің қалай ойлайсыз, істеген жамандығының өзіне қайтып оралғанын біреулер біле ме екен деп сұралу жүзбен қарағаны болмаса, Айсұлудың асып таспасақ та көштен қалып жатқан жоқпыз. Шүкір дегеніне Аружанның не бір күні асып тасқандар туралы да естіп жүрміз деп қалғаны болмаса, Айсұлу қыздарының нені меңзеп айтқандарын әрине түсінбейді емес, бірақ әңгімені өрбітпеуші еді. Тіпті қой балам, әкең байғұс жетісіп жүр дейсің бе деп тоқтау салатын кездері көп еді. Себебі ұл тапқан әйелмен көңіл жарастыра алмаған ерденнің ішкілікке салынып үйінің берекесін кетіргенін, тіпті оған қол жұмсап істі бола жаздағанын, Гүлмираның қайынатасына барып балаңыздан құтқарыңыз деп жалынғанын бұлар да естігенді. Ал таяуда ұлы кәмелетке толғанда ерденнің су жаңа шетелдік машинаны сыйлағанын, баласының оны апта өтпей жатып қиратып өзі әупіремдеп тірі қалғанынан хабардар болатын. Сондықтан да бір кездегі сүйіп қосылған жарының адасып, жора жолдастарының арасында жарқ-жұрқ етіп жүретін есіл азаматтың сонша құлдырап кеткенін ойлап аяйтын Айсұлу. Анасының қас-қабағын баққан қыздары да сосын бұл тақырыпты қаузай бермей, оның сезімін құрметтеп, аялап тірлік етіп жатты. Осылайша бір-бірінің жанын түсініп өзара елбесе жайма шуақ күн кешкен отбасы жаңа жыл қарсаңындағы тымық кеште аяқ астынан дүрлікті. Беймезгіл уақытта телефон шалған Айжан ерденнің ұлы мас болып топтасып қыз зорлады деген айыппен қамауға түскенін хабарлады. Бұларды шошытқан хабардың екінші бөлігі еді. Ұлымен жолығуға жаны ұшырып келе жатқан ерденнің өзі машинасымен аударылып ауыр халде Айжан жұмыс істейтін ауруханаға жеткізіліпті. Жедел жәрдем келгенше далада жатып қалып көп
жоғалтыпты. Қан, деді даусы дірілдеп. Қан табылмай жатыр, сирек топқа жатады екен. 4-ші минус резус фактор. Анализдері дайын болған соң нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Хамитбек аға екеуміз операция жасайтын болдық. Айсұлудың құлағы шыңылдап кетті. Ертең таң ата наркоздан оянғанда қасында Сәбит отыр еді. Қиналғанда да қуанғанда да жаннан табылатын адал дос ертең ауруханаға түскелі бері көкте Аллаға жалбарынып, жерде дәрігерлерге жалынып күні-түні осында жүрген. Төсегінің қасында ақ халат киіп мүлгіп отырған Сәбитті көргенде ертеңнің есі кіріп, көз алдынан бүкіл оқиғалар зырылдап өте бастады. Жол, сапырылысқан адамдар мен машиналар, қарсы келген машинамен гүрс етіп соғысқаны. Қайда асығып еді? Ұлы ұсталды деп хабарлап еді ғой. Ертең ыңыранды. Сәбит селт етіп мұның бетіне үңілді. Ертеңнің көзін ашқанын көріп, жүрегі жарылардай қуанған ол, досының еліне жыбырлап жатқанын байқап, құлағын тосты. Ұл, деді тілі икемге әзір келген ертең сыбырлай сөйлеп. Әлгінде ғана досы тіршілік белгісін бергенде бойын билеп қуанышы су сепкендей басылып, Сәбит, ұлың бар болсын, деді кейіген үнмен. Өзің өліп қала жаздадың ғой. Іле артықтау кеткенін сезіп, тергеу изоляторында отыр, адвокат іздеп жатырмыз, деді қысқа-қысқа сөйлеп. Ертең тағы да ыңыранды. Сәбит оның ұлын ойлап қиналып жатқанын түсінді, бірақ өз жүрегінде оның ұлына деген титтей де аяушылық сезімі жоқ еді. Керісінше досының басын жыл сайын бір шыңғырға салатын ұлды қолына түсе түтіп жерде сығырданы қайнап, бірақ онысын ертеңге айта алмай булығып тістеніп іштей тынды. Тексіз неме, деді іштей. Жатырына тартқан деп осындайда айтады екен ғой. Өткен жолы көлік апатына қатысты іс қозғалып, ертең екеуі ішкі істер басқармасының табалдырығын тоздырып жүргендерінде бүгінде әжептәуір қызмет атқаратын Ермек бұлқан-талқан болып, Аманбаевтардың аты шықпай қалады деп едіңдер, шықты әне. Ертең-ақ бүкіл газет шулайды. Бизнесмен Аманбаевтың ұлы істі болды деп, жеттіңдер армандарыңа деп әке-шешесіне дүрсе қоя бергеніне куә болған Сәбит бүгін өзі де сондағы Ермектің күйін кешіп отырғандай. Көзінің астымен Ерденге қарап қойды. Наркоздың күші қайтып, сынған сүйектер сырқырап, жарақаттар жанына батып жатса керек. Ол ыңылдай дем алып үнсіз жатыр. Байғыз досым, деді Сәбит іштей. Ұл деп әп-әдемі отбасын тастап кетіп ең, не көрсетті сол ұл? Қисақтап жиған абыройын, қасықпен жиған абыройынды шелектеп төкті. Қасында дос қалмады, туыс та теріс айналып кетті. Енді міне жатырсын өлі мен тірінің арасында, бетімен кеткен ұлды уайымдап. Біршама уақыттан кейін ертең ыңылдауын азайтып, дем алысы қалпына келе бастады. Кірпігінің дір-дір етіп ара-тұра ернін жымқырғаны, демі дірілдей күрсінгені, оның көзі жұмулы болса да ояу жатқанынан болған жайды ойша сараптап, тығырықтан шығар жолды іздестіріп жатқанынан хабар бергендей. Сәбит, деді бір кезде апанық сөйлеп, сен мұнда отырмасайшы, ана баланы шығару керек. Ермек қайда? Әуелі өзің қалпына кел, сосын ойласамыз ғой, деді Сәбит онша ыңғай бермей. Ертең досына таңырқай қарады, ойласатын несі бар дейтіндей. Сәбит қитығып үндемеді. Жоғары жақта істейтін інісі Ермектің мені бұл іске қатыстырмаңдар дегені ертең қайдан білсін. Шынына келсе, Сәбиттің де абыройсыз іске араласқысы жоқ. Тек досының басы аман қалғанын тілеп жүгіріп жүрген жайы барды. Оның үстіне соңғы күндері оқиғасы көптің көзін ашып, кімнің кім екенін, өмірдегі шынайы құндылықтың не екенін танытқандай. Соның бәрін ертеңге айтайын десе, өлім аузынан қалған досын аяйды. Үндемегені сондықтан. Сәбит, деді тағы да ертең, сен ана жаққа бар, не істесе де ол менің балам, құтқаруымыз керек. Сәбитті ашу қысты. Ертеңнің жағдайын ойлап, өзінің қанша ұстайын десе де булыққан сезімі ырық бермей, бар ойын лақ еткізіп ақтара салды. Бала емес ол, бәле, не бетімізбен құтқарамыз? Ұл деп төбеңе көтергенде не жақсылығын көрсетті, айтшы. Ертең жаңа ғана жайбырақат отырған адамның бұрқ ете қалғанын түсінбей аң-таң. Сәбит болса орындығын жылжытып тақап келіп, демі дірілдей ауыр тыныстап отырды да досының бетіне төніп, саған операцияны кім жасағанын білесің бе деп сұрады. Ертең кім дегендей сұраулы кейіппен қасын көтерді. Айжан, 6 сағат бойы. Соны айтқанда жан дүниесін астан кестен еткен алапат сезімін ірке алмай Сәбиттің көзінен жас ыршып кетті. Сосын
Қазір айтпаса мүлде айта алмай қалатындай асығып аптығып сөйлей бастады. Қан көп кетіп қалыпты. Қаладағы қан орталығынан алынған қан жетпейді дегесін теледидардан хабарландыру бердік. Жан адам шықпады. Сенің қаның сирек топқа жатады ғой. Үмітіміз үзілердей болғанда бір студент қыз өзі іздеп келді деп естідік. Бірден операция жасау бөлмесіне апарып тікелей қан құйыпты. Жанын соның арқасында қалды. Кейіннен рахмет айтайық деп іздестірсек, білесің бе кім болып шыққанын? Аружан, деді еңкілдеп жылап. Ертеңі өңі құп-қу болып кетті. Мұндай хабарды күтпегені соншалық не айтудың ретін таппай бірдеңе дейін десе кезінде осы қыздарын жылатып тастап кеткені көз алдына елестеп тынысы тарылып қатты да қалды. Саған айтарым мынау, деді сәлден соң лықсыған сезіміне тоқтау салып. Сабырлы қалпына түскен Сәбит сөзін жалғастырып, жаның олжа, жол ортасында келгенде қайдағы бір елеске елтіп бақытыңды басқа тептің. Сөзін қалта телефонын шырылдағаны бұзды. Айсұлу екен. Оянды ма? Деді ол үрей аралас үнмен. Оянды. Айсұлу үнсіз қалды. Сәбит оның жылап тұрғанын сезді. Өзінің де көңілі босап ештеңе дей алмады. Сол кезде бағанадан бері төбеге қарап мелшиіп жатқан ерден тіл қатты. Айсұлу ма? Иә, Айсұлу. Телефонды маған берші. Сәбит досына таңырқай қарап әуелі телефонның арғы жағындағы Айсұлуға тіл қатты. Ерден сұрап жатыр, сөйлесесің бе? Айсұлу үндемеді. Не ойлап, қандай күй кешкені оның өзіне ғана аян. Ол жауап күтіп тосқан уақыт Сәбитке таусылмастай ұзақ болып көрінді. Біраз үнсіздіктен кейін Айсұлу күмілжей тіл қатты. Жоға, сәлем айтасың ғой, қайда жүрсе де аман болсын.